Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан шығатын қимақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және 4 ас қасық қант салып жақсылап араластырамыз. 2-3 минут араластырсаңыздар жетеді. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз, араластырамыз. Содан соң сұйық майымызды құямыз. Одан кейін ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды осылай үлкен қасықпен шетінен сала отырып, араластырып, ақырындап қосатын боламыз. Және осы ұнды салған кезде жарты шай қасық разрыхитель қосып жібереміз. Мінекей, әр ұнды қосқан сайын осылай араластыра отырып қосамыз. Барлық қосылған ингредиенттер мөлшерін төменгі описание бөлігіне жазып кететін боламын. Содан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Достар, бұл жердегі қосылатын судың мөлшері ең бастапқыдағы алынған сүттің мөлшерімен бірдей болу керек, яғни 1-1 қосылады. Сол кезде қимақтарыңыз өте керемет болып шығады. Егер де одан да көбірек істегілеріңіз келсе, онда осы рецепті 2 еселейміз. Мінекей қамырдың тығыздығы, яғни консистенциясы осындай болады. Содан соң табамызды қыздырып алып, осылай бір рет бастапқыда пісіретін кезде майлап аламыз, одан кейін майламаймыз. Және де осылай қызып тұрған табамызға ожауымызды қатты толтырмай, қимақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Қимақтардың әр беті 2-3 минутта дайын болады. Оны өздеріңіз көтеріп, астын бақылап тұрыңыздар. Достар, негізінде табаның әркімдікі әртүрлі болып келеді. Кейбір табалар арасында майлап тұрғанды қажет етеді. Енді ол өздеріңіздің пайдаланып жүрген ыдыстарыңызға байланысты. Мінекей, дәл осы қалыппен келесі қимақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Одан кейін ыстықтай осылай сармаймен майлап жүрсеңіздер, қимақтың дәмі өте керемет болады. Мінекей достар, біздің қимақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді қимақтарды жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын және менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.